Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүтті қыз тортының дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Өзім заказға дайындалатын жолмен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. 4 жұмыртқаның үстінен сгущенкамызды құйып аламыз және венчиктің көмегімен жақсылап массамыз бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді қамыр қопсытқышымызды саламыз және оның үстінен ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан ұнды сала отыра венчиктің көмегімен осылай тоқтамастан массамыз бір келкі болғанша араластырамыз. Енді пергамент қағазын аламыз, оның үстінен осылай кальцияумызды қойып, және 2 ас қасық қамырдан салып, осылай қасықтың көмегімен теп-тегіс етіп шығатын боламыз. Екінші бетіне де дәл солай кальцияумызды қойып, ішіне 2 ас қасық қамырдан салып, тағда қасықтың көмегімен осылай дөңгелек формаға келтіріп, жұп-жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Қызып тұрған пешке 5 немесе 7 минутқа салып, корждарымызды пісіріп аламыз. Өте тез піседі, мұқият қарап тұрыңыздар, және осылай пергамент қағазынан жаймендеп босатып алып, корждарымызды толық суытатын боламыз. Енді бізге мұздай клейге қажет болады. Клейгейдің үстінен қант ұнтағымызды салып, миксердің төменгі жылдамдығынан бастап, жаймендеп жоғарғы жылдамдыққа дейін көтеріп, клейгейіміз қою әдем болғанша араластырамыз. Клейгейді көп араластырып қоймаңыздар, майы бөлініп кетуі мүмкін. Шамалы өзі крем формасына келіп, қоюлана бастайды. Сол кезде біздің кремдеріміз дайын болады. Міне дәл осы видеодағыдай кремдеріміз қою, әдемі болып шығуы қажет. Енді корждарымызды жинайтын боламыз. Мен алдын ала пропитка дайындап алдым. Ыстық суға сгущенкамызды салып, суытып қоямыз. Суығаннан соң осылай корждардың арасына жағып, үстінен дайын болған кремімізді осылай жағамыз және кальциямен корждарымызды бір келкі теп-тегіс жиналу үшін осылай кальцияны қолданамын. Тағда қайталап, коржымызды үстінен саламыз және оның үстінен пропитка, содан соң кремді жағамыз. Осылай, дәл осылай барлығын жалғастырамыз. Крем мен корждарымыздың барлығын жинап болғаннан соң, кальцияның үстінен пищевой пленкамен жауып 7-8 сағатқа холодильникке қалдырсаңыздар болады. Кремдерімізді бір дестен осылай торттың сыртынан жағып шықсаңыздар да болады. Енді тортымыздың сыртын әдемілеп тегістеп шығатын боламыз. сүтті қыз торты өте нәзік әрі жұмсақ болып шығатын торттардың бірі.
Бұл тортты ешқандай сәндеудің қажеті жоқ, осылай әдемі аппақ күйінше қалдырсаңыздар да болады. Ал егерде үстінен сәндеймін десеңіздер, осылай вафляный крошкамен сәндеп шықсаңыздар болады. Және үстінен шоколад немесе жеміс-жидектермен әдемілеп әрлеп шықсаңыздар да болады. Ол өз еркілеріңіз. Осымен біздің сүтті қыз тортымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте қарапайым жолмен дайындалады.